Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын сүзбелі ватрушкаларды дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттардың көлемін және құрамын төменде описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жылы сүтке ашытқымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне қант қосамыз, оны да араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқамызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Кейін үстіне ерітілген сары майды құямыз. Барлығы біркелкі массаға келгенше араластырып, кейін үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп қосамыз. Ұнымыздың барлығын осылай илеп алып, қамыр илеп бастаймыз. Басында осылай лопатканың көмегімен илеуге болады, кейін қамырымыз қоюлана бастағанда қолмен илейтін боламыз. Қолдың көмегімен осындай қамырды илейміз. Соңында осындай өте жұмсақ қамыр шығу керек. Байқасаңыздар, міне өте жұмсақ. Қамырымыздың бетін жауып, салафанмен немесе пищевой пленкамен жабамыз және кем дегенде 1 сағатқа жылы жерде көтерілгенше қалдырамыз. Енді ватрушканың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творог, қаймақ, 2 жұмыртқа және қантымызды салып, барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі массаға келгеннен кейін үстіне кукуруз крахмалын қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді ватрушкалардың формаларын дайындайтын боламыз. Міне қамырымыз осылай көтерілді. Барлығын столдың бетіне түсіріп аламыз. Қамырымызды осылай видеодағыдай басып жіберіп, осындай шариктар жасайтын боламыз. Бірден противенің бетіне қоямыз. Міндетті түрде пергамент қағазын саламыз. Осындай шариктарды дайындап алғаннан кейін бетін жауып 5-7 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді ватрушкалардың тестісін осылай дайындаймыз. Шариктардың үстінен кез келген өзіңізге ұнаған стаканмен, не болмаса осындай ыдыспен бетінен басып, ортасын осындай тесіктер жасайтын боламыз. Кейін оның үстіне дайындап қойған салмамызды саламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығып, қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. 180 градуста пісірдім мен. Сіздің пешіңізде әртүрлі басқа уақытта пісуі мүмкін. Міне дайын болған ватрушкаларымыз осындай болып пісті. Өте әдемі. Қамыры да өте жұмсақ. Міне байқасаңыздар болады. Ыстықтай күйінде ортасынан бөліп көрсетіп жатырмыз сіздерге. Дәмі де өте нәзік болып шықты. Үйдегілерге ұнады. Бұл өте сәтті рецепт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.